Абай Құнанбаев, өлең сөздің патшасы сөз сырасы. Өлең сөздің патшасы сөз сырасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегі шымыр келсін айналасы. Бүтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбі надан, бұл жұрттың сөз танымасын бір парасы. Әулиехаят, хадис сөздің басы. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін, көкірегі сезімді, тілі орамды жаздым өлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырық бас талаптығар, көңілінің көзі ашық сергек үшін. Түзу кел қисық қырың келмей, сыртынданып іс бітпес сырын көрмей. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсан арқалан, сен де бір күлпіш дүниеге кеттігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашанға да қуғанға, әділет шапқан кімде бар, сол жасар туғанға. Бастапқы екеу соғыссыз, біте қалса қазаққа, алдын жалын артың мұз, барар едің қай жаққа. Пайданы көрсең бас ұрып, мақтанды іздеп пайға алма, мінінді ұрлап жасырып, майданға түспей байға алма. Өзіңді бармен көзге ұрып, артылам демей өзгеден, күндестігін қоздыртып, азапқа қалмай еспеден, ақырып жүріп анық бас, еңбегін кетпес далаға. Абай Құнанбаев шешсіз түнде жарықай, шешсіз түнде жарықай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың жаны терең сай, тасыған өзен күрілдеп, қалың ағаш жапырағы сыпырласып өзді-өзді, көрінбей жердің топырақ, құлпырған жасыл жердің жүзі, тау жаңғырып ән қосып, үлкен итпен айтаққа, келмеп беді жұлдыз жылуға аулаққа, таймандамай тамылжып, бір суынып бір зіп, демала алмай дамыл қып, елек қағып жошышып, сөз айта алмай бөгеліп, түсі қағып жүрегін, тұрпап байының сүйеніп, тамаққа кіріп Абай Құнанбаев, білімдіден шыққан сөз. Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез, нұрын сырын көруге, көкірегінде болсын көз. Жүрегі айна, көңілі ояу, сөз тыңдамас ол баяу. Өз өнері тұтаяу, ұқпасын ба сөзі тез. Әбілек басқан елер ме, сөзге жоқ келер ме, түзу сөзге сенер ме, түзелмесін білген есі. Абай Құнанбаев, жасымда ғылым бар деп ескермедім. Жасында ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді, уыс ма қолымды мезгілінен кеш сермедім. Бұл махрұм қалмағыма кім жазалы, қолымды дөп сермесем өштермедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды